Құрметті әріптестер, тыңдарман, мен бүгін ұстаз ретінде өзімді сүйсінген бір оқиғаны айтқалы отырмын. Мына суретте сіздер ағалы қарындасты Әлібек пен Ғайниді көріп отырсыздар. Құлахмет Әлібек пен Құлахмет Ғайни. Осы ағалы қарындасты екі баланың бір-біріне деген бауырмалдығы менің жүрегімді елжіреткен еді. Сол оқиғаны айтайын. 22 қараша 2019 жылы мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің үлкен акт залында поэзия шыңы атты қазақ поэзиясының құлагері Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығына арналған кеш өткіздім. Кешті өзім лекция оқитын филология мамандығының 3-ші курс студенттерімен ұйымдастырдым. Әлбетте, пьеса әдемі кеш ұйымдастырған соң, ондағы Ілияс ақынның рөліне, Ілиястың күйші поэмасындағы күйші жігіттің рөліне біраз ер азаматтар керек болды да, біз Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының халық музыкасы факультетінің студенттеріне шықты. Не керек? Кеш өте тамаша өтті. Ғайни, Құлахметова Ғайни студентім, ән айтты, ал мына үлкен театрландырылған қойылымдарда фортепиано мен виртуоз сүйемелдеп отырған Ғайнидің туған ағасы Әлібек болды. Кеш тамаша өтті. Кеш соңында ескерткішке ағалы қарындасты екі баламен суретке түскенмен, іштей ағасы неге бірінші курс болды екен, мектеп бітіргесін біраз жұмыс жасады ма, әскер қатарында болды ма деген ойлар болды. Бірақ ол ішімде қалған. Ал қыз жүрегі өте сезімтал ғой. Сол бір шешілмеген ойға жауапты түсіне қойған, менің ішкі ойымды оқи қойған Ғайни: апай, менің ағам мектеп бітіргесін 2 жыл жұмыс жасап, менің оқуымды жауып отырды деді. Ғайни ақылы бөлімді оқиды. Жалпы өздеріңіз білесіздер, филология мамандығында оқитын студенттердің бәрі ақылы, грант бөлінбейді. Ағам 2 жыл менің оқуымды жауып, биыл консерваторияға түсті. Ал мен өзім жұмысқа да тұрып, өз оқуымды өзім жабуға әрекет жасап жүрмін деді. Ғайнидың, әлбетте Ғайнидың таңғы 8:30-да басталатын лекцияларыма кейде шаршап келетінін байқағанмын, жұмыс жасайтындығын. Ал енді осы оқиғаны естіткеннен кейін, мына ағалы қарындасты бауырлардың ата-анасына салмақ түсірмей, осылай бір-бірін сүйемелдеп жаңағы істеген әрекеттеріне шыным керек қатты сүйсіндім. Осындай Әлібек пен Ғайнидей балаларды, бауырмал балаларды, талантты балаларды, білімді балаларды тәрбиелеп отырған ата-анасына ризашылығым шексіз болды. Әлібектің де, Ғайнидың да өмірден өз жолдарын тауып, қазақтың мақтанар, ұлтымыздың, мемлекетіміздің мақтанар азаматтары болатынына сенімім зор. Бір кешті әдем аяқтасақ, студенттермен бір тортты шұқып жейтініміз бар еді. Қолымда сол тортымен түскен екен, ескерткішке бұл да қалыпты. Осы кеште Оңайбаев Әділет, Уәлиев Мадияр, Қаскен Берік, Манарбек Еркебұлан, Құлахмет Әлібек, Совет Әділет сияқты консерваторияның 1-2 студенттері өнер көрсеткен еді. Бұл жастардың да қазақтың, мемлекетіміздің болашақтағы мақтанышы боларына өз басым сенімім зор. Кеш барысында поэзия шыңы атты Ілиястың алғашқы махаббаты сынды қойылымдар қойылған болатын. Фатима рөлінде өзімнің сүйікті студентім Нұрымжан Латипа, Ілияс рөлінде консерваторияның студенті Әділет Совет рөлдерін әдемі етіп сомдап шықты. Ақыл жастан, асыл тастан демей ма? Жастардың талантына, білімділігіне әлбетте ризашылығым шексіз.
Осы қойылымдардың бәрінде кеш барысында таза фортепианода сүйемелдеуді Ғайнидың ағасы Әлібек орындап отырды. Шыдамадым, жандым, жаздым, шын сөзіңді дедім айт. Шын жүдедім, болдым азғын, күте-күте сенен хат. Бақталап, сүймек үшін, сүйгенім шын, болған сені сақтамақ. Қош бол жаным, қаңғырдым. Бұл хатқа жауап жазу маған асап болды. Көп ойландым, көп толғандым. Бірақ оның мені айныма шын махаббатпен сүюі хақ нәрсе. Бірақ қосағым әлі түрмеді. Көп қиналдым. Қаншама күндер, қаншама түндер ұйқымнан айырылдым. 10 жыл бойы артымнан ерген шын махаббат иесі ғазиз жанды жәбірлеп қорланмайды. Сөйттім де оған соңғы хатымды жолдадым. Сен алғыр ақынсың. Мен енді сенің зарлы хаттарыңның орнына елімнің еңсесін көтеретін, рухын биіктететін жалынды жырларыңды өмірге әкелгеніңді қалаймын. Сен енді маған хат жазба. Мен де саған хат жазбаймын. Өзеніме Осындай талантты, мәдениетті, білімді, парасатты, бауырмал шәкірттермен мен мақтанамын.